B2 программасына тіркелу үшін міндетті түрде бірінші осы ссылка арқылы кіру керек болады. Ал былай B2 биржасына тікелей тіркеле алмайсыз. Міндетті түрде осы реферальный ссылка арқылы кіріп тіркелесіз. Мына жерге мына браузерге кіріп аласыз бірінші. Телеграмнан ссылканы басқаннан кейін Chrome браузеріне кіріп алған дұрыс. Осылай кіріп, перевод деген бассаңыз, орысша аударып береді. Перевод жасап аласыз. Енді жоғарыда данныйларыңызды енгізесіз. Бұл жерге толық аты жөніңізді енгізсеңіз де болады, не болсам былай енгізсеңіз де болады. Міндетті емес бұл жерге толық аты жөнін енгізу. Мына жерде электронды поштаны жазасыз, яғни телефондағы доступ бар электронды пошта болу керек. Яғни осыған код келеді, сол кодты жазу керек болады. Пароль өзіңіз ойлап табасыз. Ойлап тапқанда мына жерде өз параметр бар. Міндетті түрде символдар болу керек, и сан болу керек, үлкен әріп, и кішкентай әріп болу керек. Осы талаптарға сай болса, дұрыс өтеді. Мына жерде қаланы таңдаймыз. Қай мемлекет таңдаймыз. Бізде Қазақстан. Астына телефон нөмірге де 82 деген бассаңыз, Қазақстан деп жазамыз. Қазақстан таңдаймыз, и телефон нөмірді жазамыз. Өзіңіздің қолданып жүрген телефон нөмірін жазсаңыз да болады. Ары қарай птичка қоямыз екеуіне де, и регистрация деп басамыз. Регистрацияны басқаннан кейін что-то не так деп шығуы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейді. Поштаға кіресіз, сол поштадан жаңағы тіркеген Gmailға кіріп, осы жерде верификация аккаунтты басасыз. Verify аккаунт деп тұр ғой. Подтверждение жасау керек та, тіркелуді растау керек. Соны басасыздар. Мына жерде уже расталды деп шығады. Міне email verify деп тұр ғой. Яғни расталды деп тұр. Бұл ары қарай енді войти деп басамыз. Астында кнопканы. Мына жерде жаңағы электронды поштаны жазасыз. Менде автомат түрде сақталды. И пароль жазаса, астына галочка қойып, логин деп бассаңыз, платформаға кіреді. Міне кірді уже. Тіркелдік. Енді осы платформаға тіркелгеннен кейін ары қарай жаңағы Bitwine деген биржаға тіркелеміз. Мына жерде хабарлама алу деген галочка қойсаңыздар болады. Немесе қоймасаңыздар да болады, өздеріңіз таңдау өздеріңізде. Мына жерде имя, фамилияңыз көрсетуге болады, болмайды соны да қойсаңыз болады. Егер қаламасаңыз, көрінбесін десеңіз, галочканы алып бассаңыз көрінбейді. Мына жерде партнер деп тұр ғой. Партнер деген жерде ссылка тұр. Ол ссылка реферальный ссылка. Яғни сіз адам шақыратын болсаңыз, астыңызға адам тіркейтін болсаңыз, сол ссылканы жібересіз, сол тіркелетін адамға. Мына жерде Bitwine деп тұр ғой, соны басасыз үстіне. Басқан кезде мына жерде пароль ойлап тап деп тұр. Сіз өткенде жазған пароль осы жерге қайтадан жазсаңыз да болады. Пароль жазамыз, и синхронизация учетной запись деген басамыз. И автомат түрде сол биржаға тіркеледі. Синхронизация прошло успешно деп шықты. Бұл да активный пользователь деп шығып тұр. И ID нөмірде шығып тұр, көрдіңіз бе? Бұл биржаға тіркелдік, сәтті тіркелдік. Болды, енді осы биржаға уже біздің данныйымыз барлығы бар. Енді сол биржаға тіркеу үшін басқа адамды шақыру үшін сол ссылка арқылы шақыра бересіз. Яғни сол сіздің астыңызға тіркеле береді. Қазір Bitwine деген неге кіреміз, платформаға, яғни биржаға. И осы жерге авторизация жасаймыз. Email жазамыз үстіне, и астына жаңағы ойлап тапқан пароль жазамыз. Логин дегенді басамыз, и свайп жасаймыз. И сосын электронды поштаға код келеді, сол кодты осы жерге жазамыз. Электронды поштаға код келді. Копировать етіп аламыз. Мына жерге вставить етеміз. Міне автомат түрде авторизация жасалды. Яғни жоғарыда тұрған адам үстінен басамыз. Мына жерде аккаунт деген басамыз. Identity verification деп тұр, соны басамыз. Сосын ары қарай удостоверениеңізбен қаласаңыз, қазір өтсеңіз болады. Егер мүмкіндік болмаса, сосын барып өтсеңіз де болады. Бұл маңызды емес. Қолданатын болсаңыз ғана өтесіз.